басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғанына тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Бар менде бір жүрек сүйгені бірі, қалайша өзгені сүйіп ұнайсың, болар ма деп едім. Маған шыныңды айт, кеше келген кім? Мадияр, сен маған алдымен дұрыстап түсіндіріп айтшы. Қайдағы еркек, қайдағы көлік? Сен мені кім деп тұрсың? Енді қалғанын сенен осындай сөз есту. Сөзді бұрмалама. Кеше келген көлікті айтам. Сен не, мен жынды деп ойлайсың ба? Құдайым-ау, сені шынымен де шынырайын депті. Кеше ол кісі бізді ауруханадан алып келген таксист жүргізушісі. Әлде жаяу келуіміз керек пе еді? Қызымыздың түрі анау. Сен мені алдаймын деп ойлама. Сен маған кеше ақша жоқ деп айтқансың. Қайдан алдың таксиге ақшаны? Жоқ әлде мені алғаш деп көлігі бар біреу тауып алдың ба? Сен маған ғайбат сөйлеме. Жек көрем сені. Айдар Сағдатұлы. Біз Дария ханыммен хабарласа алмадық. Бірнеше рет қоңырау шалдық. Тұтқасын көтермейді. Онда Салтанатқа айт, міндетті түрде хабарлассын. Оның үстіне отағын тездетіп жасатпасақ ертең кеш қаламыз. Оны өздері де біледі ғой. Иә, айтармын. Оның үстіне қаражат таба алмай қиналып жүрген шығар. Мүмкін, сондай да шығар. Қазіргі таңда ондай ақшаны табу кімге болсын оңай емес. Бірақ амал жоқ, істету керек. Табу керек. Ендеше мен бара берейін. Бара бер. Пациенттерімді бір тексеріп қайтуым керек. Жарайды. Мен де отаға кіруім керек. Айтпақшы, Марат, Салтанатқа айтуды ұмытпай жарай ма? Иә, жарайды, айтармын. Күтемін. Мадияр, есінде болсын. Мен сен ешкімнің жоғына қарамай, сені сүйгендіктен саған тұрмысқа шықтым. Ал сен болса мені әлі күнге дейін бағаламай келесің. Осы жолы сен тым шектен шықтың. Бізге бір пайдан жоқ. Таңертеңнен кешке дейін арақ ішкеннен басқа түк білмейсің. Осының бәріне шыдап жүрген, мына маған рахмет айт. Мен ерігіп ішіп жүрген жоқпын. Сосын жұмыс жоқ болса, не істейін, өлейін ба? Маған ақыл үйреткенше, өзің неге жасамайсың? Сенен әбден шаршадым. Айтып тұрған сөзін қара. Мен ерігіп жүр дейсің бе? Қызымды қалай аяққа тұрғызам деп шырылдап жүрім. Дәрігерлер
қызымыздың отасына 17 000 доллар қажет деп айтты. Ал сен болсан бір ауыз дәрігерге бардыңдар ма? Дәрігер не деді деп сұрамадың. Сонда осы ма сенің әкелігін? Айтшы. Дарья. Ренжіткен болсам кешірші мен. Менің қолымнан ештеңе келер емес. Мадияр, түсінші. Сенің қолынан бәрі келеді. Бірақ сен жауапкершіліктен қашасың. Иә, сіздің тапсырмаңыздың бәрін орындап жатырмыз. Еш уайымдамаңыз. Иә. Сау болыңыз. Кіріңіз. Кешіріңіз, кеше сіз тапсырған тапсырмалар толығымен аяқталды. Біз барлық тізімдерді жасап шықтық. Ой, жарайсың. Шамамен 18 көп балалы, 31 аз қамтылған отбасы. Бұл біздің ауыл бойынша көрсетілген көрсеткіш. Дұрыс екен. Жанболат қайт, ауылдағы белсенділер жинап, азық түлікті қоймаға жеткізсін. Жақсы. Басқа ештеңе қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Сосын азық түліктерді үйлеріне жеткізген соң видеоға түсіріп алайық па, отчет үшін? Жоқ, керек емес. Онсыз да Құдай көріп тұр ғой. Енді азық түліктерді жеткізетін кәсіпкерлер сұрап қалса дегенім ғой. Жақсы. Түсіріп алыңдар. Кәсіпкерлер сұрап жатса жібересің. Жақсы. Бірақ ана әлеуметтік желіге жариялаудың қажеті жоқ. Жарайды. Жарайды, рахмет саған. Осыз. Жақсы. Өмешім, қайда бара жатырсыз? Қызым, мен ата-әженің үйіне барып келейін. Ал сен кішкене демалып ал, жарай ма? Жарайды, анашым, сәлем айтыңыз. Айтам. Жомарт досым, қалайсың? Қалай? Біз Сағи досым екеуміз сенің саудаңды жүргізуге келдік. Иә. Мен бұның саудасын итта күнде жүргізем ғой. Екеуміз болмасақ әгер-әке болшы, банкротқа ұшырап кетеді. Банкрот қой? Банкрот болады ғой. Сендер кемесеңдер дарсам. Алла разы болсын сендерге. Анау, одан да шық, дәптерді мына қарыздарын төлесеңдерші, одан да бір ең алдына келіп тұрып алып, бір ақшасына арақ ішетін адам құсамай. Не болды сонша? Қарыз деп қылқылдап. Береміз қарызыңды. НАТО пошло, үстінен қосып, артығымен береміз қарызыңды, біле білсең. Қоспай-ақ қойшы. Сен алдымен бар қарызын төлеу басай, сен білесің ба? Кеше ана Мадияр ма еді, кім анау? Миымда шықты арада, қанша сол кісінің басым ұрып кетті. Қойыңдаршы, айналайындар. Ашуыңды бастайсың досым, Сен ана Мадиярға ұқсайын дегесің ау деймін, қатынынан қорқып екеуіңде. Өтініші, Жомарт, соңғы рет құйшы, бір 100 грамм құйшы. Болды, оны кейін сұрамаймыз. Жақында Түркістанға кетіп бара жатырмыз. Жұмыс істеп ақшаны қырып тауып, бір джип мініп келмесек, қарада тұр. Көресің осынан, мініп келмесек тіпай бетіме дейсің. Соңғы рет құяйын, соңғы рет. Одан кейін. Бұл төлейміз деді құй, сәлек қалды. Дайындалып жатырмыз Түркістанға кетсек па деп. Жақсылап толтырып құйшы. Ой, басмай. Суық өтіп кеткен ба бір бәле қойма, бастан. Маған 2 стаканға құйшы бірден. Тамырым жүрмей жатыр же. Ал, осыны тартайық та. Түркістанға шығайық. Түркістанға арып ертең мен ұмыт келіп жүрмеңдер, Ай, досым-ай. Жоғай, ұмытпай. Ожағын көреміз де. Тіске басады не көреді? Соңғы рет болсын жігіттері. Болды, уайымдама.
Кеттік біз онда. Түркістанға кеттік па? Кетті айналайық. Анашым? Әке? Үйде кім бар? Қызым-ау, қайда Көкеміз ол. қалың қалай қызым? Жақсы жеттің бе? Я, менде бәрі жақсы. Қызым қайда, немерем қайда мен? Аяру сіздерді сағынып үйде қалды. Жаным сол. Сіздерге келіп кетейін деп ем. Әкем қайда? Намаз оқып жатыр, отыр. Ет салайын, отыра тұр. Жоқ, апа. Әуре болмай қойыңыз. Ет асам, кел отыр жаным, төрге шық, шай құям, отыр. Бір көріп кетейін деп ем сіздерді. Әке? Қалыңыз қалай? Ақылдым менім. Жеңгеге кеп тұрмайсың ба? Әке, үйдің шаруасынан қолыңыз босамайды. Оның үстіне Аярудың да жағдайын білесіздер ғой. Дәрігерлер не деп жатыр? Қазір бәрін айтып берем. Әке, отырыңыз, шай ішеміз. Кел қызым, отыр. Апа. Дәрігерлер не десін? Аяруға ота жасау үшін ақшаны тездетіп табуымыз қажет. Сол ақшаны қайдан табам деп басым қатып кетті. Қызым, уайымдама. Отаға қажетті соманы табуға тырысамыз. Жоқ, апа. Ол мә деп бере салатын аз сома емес қой. Оның үстіне өздеріңіз жәрдемақыға күн көріп жатсыздар. Мен сіздерге салмақ салғым келмейді. Мадияр екеуміз бір жолын табармыз. О не дегенің қызым? Жалғыз немеремізден не аяймыз? Біз барлық мүмкіншілік жасаймыз. Ақшаны тауып беруге тырысамыз. Апа, Аяру сіздердің жалғыз немерелеріңіз емес қой? Айсұлудың да балалары бар. Айсұлудың жөні бөлек. Апа, қойымшы. Әке! Әке дейм! Ау қызым, келе жатырмын. Не болды қызым? Мен сырт қалып шығынышы, үйде отырып жалап кеттім. Жарайды. Қаның ашқан жоқ па? Шешеңді құрып кеттіз. Жоқ, мен ашқарақ жабырайсыздар ма? Жоқ, жай сұрап атқаным ғой. Қызым, жақсы, мен сыртқа шығып келейін. Жақсы әке, мен де көп отырмайым. Аяруға барам да келем деп кетіп ем. Әлі отырым ғой. Ай қызым, өзіңмен алып келгенде Аяруды қонып кететінен. Қызым-ау, әкең кетті ма? Иә. Қызым-ау, осы соманы Айсұлудан сұрап көрсең боламай ма? Тауып береді ғой оған, бұл ақша түкке тұрмайды. Сіз де қызықсыз. Осыншама уақыт араласпай келіп, енді ақша керек кезде хабарласқан ұят болады. Менің оған арым жібермейді. Қызым, оған сенің ешқандай кінәң жоқ. Қартайған шағымызда әркімнің сөзіне бір ергеп, ақ қарасын ажыратпай, байыбына бармай, Айсұлуға кет дедік, үйге келме дедік. Біз қатты ренжіттік. Біздің екеуіңізден басқа кіміміз бар қызым? Айсұлу екеуің ғана бізде. Анашым, сіздерге қаншама рет айттым. Мен туған әпкеммен араласуға қарсы болдыңыздар. Сіздердің сөздеріңізге еріп, мен де оған көп ауыр сөз айттым. Енді алдына барған күнде де ол менің басымнан сипай қойды дейсіз бе? Жоқ, қызым. Уақыт емші деген. Сендер бауырсыңдар.
Уақыт өтті ғой, мүмкін өкпенің бәрін ұмытқан шығар, кешірген шығар. Барып көрсеші. Жоқ апа, мен олай ойламаймын. Айсұлудың мінезін менен гөрі сіз жақсы білесіз ғой. Жарайды апа, жыламаңызшы. Бұл тақырыпты жабайық. Мен де кетуім керек. Жақсы ма? Әке, сіз неге анам екеуіңіз себепсіз ұрса бересіздер? Қызым, енді үлкендер болған соң түсініспеушілік болады. Сен оған мән бермей жарай ма? Әлі кішкентайсың. Жоқ, мен кішкентай емеспін. Барлығын түсінемін. Анам мені қайтсем де аяғымнан тұрғызам деп шырылдап жүр. Ал сіздің отырысыңыз мынау. Сол жаман ащы суды ішкеніңізге мәз болып жүрсіз. Жоқ әлде менің осылай отырғаныма тойлап ішіп жүрсіз бе? Қызым, әкеңе бұлай сөйлеуге қалай аузың барады? Жоқ әлде өтірік пе айтыңызшы? Анам екеуіңіздің ұрысқандарыңыз етмейді деп ойлайсыздар ма? Менің аяғым жүрмесе де, құлағым естиді. Біле білсеңіз, менің осылай отырғаныма сіздің кінәңіз. Сол күні ішіп алып көлік жүргізбегеніңізде апатқа ұшырамас едік. Мен осылай отырмас едім. Қызым, кешірші мен. Кішкентай ғана жүрегіңді ауыртсам, кешірші мен, қызым. Айару? Саған не болды? Неге жылап отырсың? Бір жерін ауырып тұр ма? Мадияр, айтсаңдаршы, не болды деймін? Кешіріңдерші мен. Айдар Сағдатұлы, сізге жайсыз хабарым бар. Өштік пе? Біз хабарласқан украиндық неврохирург Александр Ярмурко өкінішке орай дүние салды. Нақты ақпарат па? Иә, өткенде біз жіберген хаттың жауабы келді. 100% нақты ақпарат. Иманды болсын. Сол көздің өзінде ақ бір жасқа келіп қалғаным дәрігер еді. Қайтеміз енді. Амал жоқ. Бірақ бұл хабарың жағымсыз хабар болды негізі. Енді не істейміз? Не істейміз? Ойланамыз. Көрерміз. Bir нәрсесі болар. Бара бер, болсын. Алло? Сәлематсыз ба? Жоқ, ол кісі бүгін қалаға жиналысқа кеткен. Жақсы, сау болыңыз. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба, келіңіз. Кімге келдіңіз? Әкім өзінде ме? Жоқ, ол кісі қалаға жиналысқа кеткен. Қандай мәселе бойынша келіп тұрсыз, маған айта берсеңіз болады. Жеке шаруалармен қашан келетінін айтпады ма? Жоқ, ол кісі бүгін жұмыста болмайды. Жарайды.
келсе Мадияр келіп кетті деп айта салыңызшы. Жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Алло, саламатсыз ба? Әкім бүгін жоқ, қалаға жиналысқа кеткен. Аха, жақсы. Алло, Айман апа, қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Жүрміз ғой. Үйдегілер қалай, аман ба? Жақсы болған екен. Айман апа, өткендегі қаражат жағы белгілі болды ма? Бір хабарын берем деп едіңіз ғой? Түсінікті. Жоқ, ешқандай реніш жоқ. Сау болыңыз. Қызым, келем. Міне бәрекелді. Анашым, болды, ешкімнен ақша сұраудың қажеті жоқ. Қызым, сен оған көңіл аударма. Біз ақша сұрасақ, қарызға сұрап жатырмыз. Ертең сен жақсы болып кеткен соң, әкең екеуміз жұмыс істеп, бәрін қайтарамыз. Одан да өздеріңіз жұмыс жасап, ақша тауып мені қаратпайсыздар ма? Басқалардан ақша сұрап сіздердің еңселеріңіздің түскенін қаламаймын. Ақылды қызым мен. Мен сені бір минутқа да тастап кеткім келмейді. Уайымдап қалам. Тезірек жазылып шық. Содан кейін жұмысқа шығам. Менің уайымдаудың қажеті жоқ, менде бәрі жақсы. Мықты қызым менің. Әлбетте сенде бәрі жақсы болады. Мен оған сенем. Ал сен әкең екеумізге сенсең болған. Жақсы ма? Жарайды. Кеттік қызым, шай ішеміз. Қане кет жүре ғой. О, досым, сені көрмегелі қанша болды. Келші бір құшақтайын. Қойшы өтірікті соқпай. Күнде 100 көресің. Ой, не болды? Көңіліңнің қошы жоқ қой, досым. Или Дариямен тағы ұрысып шықтың ба? Айбол, осындай қышыма сөздеріңді қойшы. Өткенде анау Дария екеумізді бекерге ұрыстырып кеттің. Өсекті бұрын әйелдерден естушек, қазір сен сияқтылардан артылмайтын болды ғой. Көргенімізді айттық қой. Өзіңде жай сұрамайсың ба? Бас салып айқайлай бермей, қызықсың сенде. Иә, әкімшілік жақта жүрсің, әкім болып кеткеннен саумысың? Асекеңе келбім. Жұмыс жасамасақ болмай кетті. Қызымның жағдайын білесің, емдету керек, ақша керек дегендей. Сонымен бас қатып кетті. Ой, сен де қызықсың я, Мадияр. Ауылда қай бір жұмыс бар дейсің? Мына ауылда жұмыс болса істемейміз ба? Бекерге бос жүрміз ғой. Жоқ қой, жұмыс жоқ. Іздемеген жер қалмады. Айтпақшы, Мадияр, мен бар ғой, Түркістанға кетіп баратырмын жұмыс істеуге. Жолдас жігіттер жұмыс істеп жатыр, шақырып жатыр, кел деп жатыр. Сөйтсе бірге сен де бір ауыз айтайын, бірге істейік. Ақшаны күреп тауып келеміз. Өзің бара бер. Маған не бар ол жақта? Бопты, Айбол, мен жүрейін. 100 граммнан көрмедік па? Жоқ, уақыт жоқ. Жақсы. Дарья әпке, аяру! Дарья әпке, аяру! Маржан? Есік алдында не істеп тұрсыңдар? Келіңдер. Мамаларың қайда, жұмыста ма? Үйде жұмыстан шығып кеткен. Жай ма? Не болды? Әлде жұмыста қысқарту болып жатыр ма? Әкем Түркістанға көшеміз деді. Сол үшін шығып кетті. Осы сен бәрін білесің, я? Жадыра, неге келмей қойдыңдар? Аярудың да іші пісті. Мама жұмыста кезде бала қарап қол тимей кетті. Дұрыс. Ата-анаға көмектесу керек. Қанеке, ішке кіріңдер. Қазір есік ашып берейін сендерге. Аяру, қайдасың? Біз келдік.
Кіре беріңдер, өз бөлмемдемін. Сәлем, Аяру. Сәлем. Қалайсың, Аяру? Жақсы болып қалдың ба? Өзің көріп тұрғандай еш өзгеріс жоқ. Қыздар, әңгімені қой, бірдеңе ойнайықшы. Иә, білесің бе, біз кеше Жадыра екеуміз үйге кіріп бара жатқанда, Жадыра екеуміздің артымыздан бір ит қуалады. Сол кезде екеуміз жан-жағымызға қарамай жүгіре жөнелдік. Ой, я кеңнің. Осы ауылда сет ұстауы қиын. Бір телефон ала қойып, адам құсап сөйлесе де алмадық. Алло! Айбол! Алло деймін. Мен естіп тұрсың ба? Ой, естіп тұрмын. Айқайламай жай сөйлеш. Мына дауысыңды бүкіл ауыл естіп тұр ғой сенің. Қош, сен жоқ қой, қалай естіп тұрсың? Ой, телефонсыз-ақ естіп тұрмын сенің дауысыңды. Жан-жағыңа қарасай, шарбақ жақта тұрмын ғой. Қарасай тұр қой. Бір еріккенсің сенде, жанымда тұрым деп бір ауыз айтсаң өлесің ба? Сол сен қайтер екен деп тұрғаным ғой. Сен де қызықсың сағы. Сет жоқ ауылға телефон сатып алғаның не? Алсам өз ақшам алдым, жездемнің ақшасын емес. Ауылдан ал кейбір жерлерде жақсы ұстайды да сетші. Оны қоя бірші, Түркістанға қашан кетеміз? Сен баратын болдың мәне? Иә да. Ой, сен бірінші үйдегілермен ақылдасып сұранып алшы. Жас бала емеспіз. Жасымыз 30-дан асып барады. Қош сағи, мына сөз сен айтып тұрсың ба? Сөйлеш, кән, сөйлеш. Иә, мен. Ей, неғып отырсың, түссе. Бас деген сынып барады. Мазақ болуымды қоймайсың де. Дос бала күтіп отыр ғой бірақ, Жүрсе кет. 50-50-тен тартып алайық, Досым, сен айтсаң болды ғой, досты. Ей, жындысың ма, айналып келсе аяғың сындырасың ғой. Еріп тұрме, секіре салайшы. Бұпты давай. Кеттік ба? Кеттік. Енді айта кететін болсақ, мына құрметті отандастар. Мен бәріңізді түсінемін. Дегенмен әлі де сақтық шараларын сақтағандарыңыз дұрыс. Мүмкіндігінше бетперде тағып жүріңіздер. Енді қазіргі жағдай толығымен тұрақталғанмен білесіздер ғой, індет арамыздан бірден кетіп қалды деп айта алмаймыз. Сондықтан да абай болыңыздар. Мүмкіндігінше адам көп жиналатын жерге бармаңыздар. Әр адамның денсаулығы өз қолында. Сіздер сұрақ қоя беріңіздер, мен бәрін жазып алайын. Келесі эфирде жауап беремін. Кел. Айдар Сағдатұлы, ауыр науқас келіп түсті. Отаға сіздің көмегіңіз қажет. Тыныштық па, не болған жағдай? Үй шатырынан құлаған, миы шайқалған, көк бауыр жарылған, белі сынған. Жағдай өте нашар. Жарайды, бара бер, барамын мен. Келесі эфирде жолыққанша. Uyqusuz өткіздім түнді, қамалып ішінде түрлі сұрақтың. Мен сенің тұнық жаныңды, түрлі қылықтарыңды ұнаттым. Ғашықтық дертіне малып, жанымды жылатып алып жұбаттым. Ұмытпай сені бірдемде, көзімнің тамшысын жерге құлаттым. Білмеймін бұл дерттің еміне, білмеймін сен мені сүйдің бе. Жауабын
таппай сұрақтым, жанымды үнсіз жылаттым, себепсіз сені ұнаттым, жүрегіме жауабын таппай сұрақтым, жанымды үнсіз жылаттым, себепсіз сені ұнаттым, жүрегіме. Dastanın okudım мұңды, Leyli'nin Mecnun'u sındı, Güydümün Gözlerimnin tamşı tamşı Жасым келесің, sırtım Түн келіп басқанда күндізімізді, екеуміз бір жарық шаша алмадық, шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын, ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаныңа